Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге қатпарлы жұмсақ круассан рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Описанияға барлық ингредиенттерді жазып қоямын. Жылы суымызды ыдысымызға құйып, бір шымшым тұзымызды салып, онан кейін 4 үлкен қасық қантымызды қосамыз. Құрғақ дрожжымызды саламыз. Онан кейін 2 қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, жылы жерге 20 минутқа дрожж ашқанша қойып қоямыз. Не осылай видеодағыдай. Неге дрожжымыз ашыды, дайын болды. Енді осы дрожжымыздың бетіне керек мөлшерде өлшеніп тұрған ұнымызды електен өткізіп алып, бетіне саламыз. Онан кейін 2 жұмыртқа қосамыз. 2 үлкен қасық сұйық май қосамыз. Осылайша алып, жылы сүтке қамырымызды жақсылап илеп, басын біріктіріп, бетін жауып, жылы жерге 40-45 минутқа қамырымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Неге қамырымыз дайын болды, әдемі көтерілді. Енді осы қамырды алып, керек бөлшектерге бөліп, дөңгелектеп дайындап аламыз. Әрқайсысын біртіндеп жеке-жеке жайып, үй температурасында сарымайды жұқалап жағып шығамыз. Осылайша бір-бірінің үстіне қойып, қатпарлы қамырымызды жинап аламыз. Бәрін осылай қойып шығамыз. Дайын болғаннан кейін қамырымызды алып, кішкене ұн сеуіп, жаямыз кішкене. Жұқа қылмай жаямыз. Енді керек мөлшерде осылай бөліп шығамыз. Енді жоғар жана кішкене осылай 1 сантиметрдей қылып кесіп шығамыз. 1-1,5 сантиметр. Енді начинкамыз менде бүгін шоколад. Осылай бәрін салып шығамыз. Енді круассанымызды біртіндеп осылай орап, дайын тұрған ыдысымызға бәрін осылай салып шығамыз. Енді бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып, барлығынан бетіне жағамыз. Тағы да көтерілуге 20-25 минут қойып қоямыз. Пешімізді қыздырып қоямыз. Қалған шоколадты сармаймен ерітіп бетіне жағуға болады. Неге пешімізге 180 градусқа 25-30 минут пісіріп аламыз. Неге дайын болды. Өте қытырлақ, қатпарлы, өте дәмді, жұмсақ круассанымыз дайын болды. Негізі круассанды ыстық кезде бөлмеу қажет. Суылғаннан кейін бөлсе өте керемет шығады. Мен енді сіздерге бөліп көрсетемін. Өте әдемі шықты. Міндетті түрде осы рецептпен сіздерде дайындап көрсеңіздер болады. Ұнайды деген ойдамын. Лайк басып, комментарий қалдырып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Барлықтарыңызға ас болсын.